Үйде кешкі асқа сұйық тамақ жасалынған күні салаттан бөлек пицца, самса немесе осындай мясной пирог жасалыну әдетке айналып кеткен. Давайте бүгін осы мясной пирогты бірге жасап көрейік. Осы пісірігіміз қазақша бәліш деп те аталады. Бізге ең алдымен комната температурасында тұрған сары май қажет болады. Үстіне бір жұмыртқа шағып, жақсылап араластырып аламыз. Ұнымызға ұн қопсытқышын қосып, ситадан өткізіп, жақсылап араластырамыз. Мұнда біз қазір қосқан жұмыртқада комнатный температурада болу қажет. Сіздер енді отбасыңыздың үлкен кішілігіне қарай екеу жұмыртқа немесе үшеу етіп қоссаңыздар болады. Соған қарай қамырларыңыз да үлкейе береді. Қолдарымыз көмегіменен қамырды жасап алдық. Енді целлофан пакетке орап, холодильникке 20 минутқа қойып қоямыз. Қамырымыз тыңғанша ішіне салынатын салмасын дайындаймыз. Жуаны жіңішкелеп, майдалап тураймыз. Үстіне картопымызды орташа үлкендікте кубик тәрізді етіп турап аламыз. Біздің отбасы картопты жақсы көріп, сүйсініп жейтін болғандықтан мен картоп қостым. Сіздер қалауыңызға көре асқабақ немесе етпен жуа етіп қана қоссаңыздар болады. Етті де майда етіп турау қажет емес. Ең бастысы жұқа етіп турау керек. Бәлішімізге қажетті барлық заттарды турап алдық. Енді дәмдеуіштерден қара бұрыш, зира, тұз қосып жақсылап араластырамыз. Ішіне салатын салмамыз дайын болды. Енді тоңазытқышқа қойып қойған қамырымызды алып, екі бөлікке бөліп аламыз. Бір бөлігін бір шетке алып қойып, екінші бөлігін жақсылап жайып аламыз. Бізде қамыр сарымайға иленген қамыр болғандықтан жайылуы тез, оңай. Бір ғана жұмыртқа салғандықтан бір-біріне бірігу сәл қиындау болады. Егер сіздер екі жұмыртқа қоссаңыздар, қамыр жаюда немесе жан-жақтарын түйуде қиналмайсыздар. Қамырымыз дайын. Пешіміздің листін майлап, үстіне орналастырамыз. Қамырымыз шеттері біркелкі, әдемі болмаса ештеңе етпейді. Соңында әдемілеп дұрыстап аламыз. Қамырын шеттерінде керек емес артық қамырларды алып тастаймыз. Шеттерін дұрыстап болғасын ішіндегі начинкасын саламыз. Ішіне салынатын салмасын осылай біркелкі етіп, барлық жеріне жайып, бірдей болып түсетін етіп саламыз. Мен осы рецептпен 3-4 жылдан бері начинкасын ауыстырып, түрлі түсте етіп жасаймын. Әр жасағанымда отбасым мақтап қалдырмай бәрін жеп қояды. Начинкамызды салып болдық. Енді қамырдың екінші бөлігін жайып аламыз. Бұл пирогты сіздер аяқ асты қонақ келіп қалған кезде немесе асығыс кезде самса орнына да дастарханға ұсынсаңыздар болады. Сіздер уақыттарыңызды үнемдейді, әрі өте дәмді шығады, дастархан көркін ашады. Тіпті үйде ет таусылып қалған кезде де жасасаңыздар болады. Картоп онына асқабақ қоссаңыздар өте дәмді, күшті болып шығады ет сізде. Қамырымызды жайып алдық. Енді бетіне қойып, шеттеріне әдемілеп түйіп шығамыз. Шеттерін осылай түйіп шығатын болғандықтан қамыр жайып жатқанда шеттерін барынша жұқалау етіп жаюға тырысыңыздар. Енді бір жұмыртқаны шағып жіберіп, бетіне жағып шығамыз. Қалауларыңызға көре бетіне күнжіт сепсеңіздер болады. Енді пирогымызды 180 градусқа 30-40 минутқа қызып тұрған пешке салып аламыз. Пирогымыз дайын болды. Енді алып, бөліктерге бөліп, ыдыстарға салып, дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Қараңыздар, пирогымыз қандай жұмсақ, песочный болып шықты. Іші толықтай піседі, уайымдамаңыздар. Сізде ұнаса лайк басып, достарыңызбен бөлісіп, міндетті түрде каналыма тіркеліп кетіңіздер. Рецепті сақтап алып, сіздер де жасап көріңіздер. Сіздермен болған қаламқас ас болсын.